Сәлем достар, бұл Бригзода YouTube арнасы, біз болжамдар бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің болжамшылар, сарапшылар Әлімжан, Асқар өткен видеода 2 болжамы шықты. Тамаша. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. 3 болжамның 2-і шықты. Манчестер Юнайтед пен Тоттенхэм арасындағы матчта МЮ жеңеді деп еді. 2-2 есеп тіркелді. Ол жерде МЮ жеңілмейді деп қоюым керек еді. Сол менің стратегиялық қателігім болды. Кайсен қатты сәл ашкөзденіп, қанағаттанбай? Жоқ, мен ол кезде Дидармен ақылдасқам. Мен МЮ жеңілмейді дедім. Бетон деп Дидар есебін кінәлі болып шықты. Сонымен Челси ұтады дедім, ұтты. 1-0 есебімен болса да, әйтеуір сол Челси жеңеді деп тігіп жүргеннен, міне Челси 3 матч қатарынан ағылшын премьер лигасында жеңіске жетті. Сосын Эль Классикада Реал Мадрид ұтады дедім енді. Бүгін біздің енді тақырыптан байқап отқан шығарсыздар, Челси Ливерпуль ойыны болады. Және Италия сериясында алғаш рет біз матч таңдап отырмыз. Интер Фиорентина арасында кездесу. Таңдайтындай матч болып тұр. Таңдайтындай. Мен танысамайсың ба? Соны айтайын деп тұрмын. Сені халық онсыз да таниды. Иә, бірақ. Тоқаевсың ғой сен. Алматыға келді ғой, футлапқа барды, көрдіңдер ме? Иә, содан өзаққа келіп отырмын ғой. Астанада осындай бір болжамдар деген бағдарлама керек негізі. Керек емес па? Мынау жесі сілкінісі не болды? Неғып маған SMS келген жоқ? Жіберілген ғой бәрі. Samsung алыңдар деген не ғой? Бай болғаныма кінәлім ба? Есеп қима қалдырып қой. Қош келдің. Крупный пламен алып ша. Есеп кетіпті деп па? Ал, айта бер. Есеп төреш. Біздің сарапшымыз. 2 ай болып келмегеніме. Реал Мадрид. Санап жүрегім. Енді санайтындай. 2 бас қатарынан жеңіліп қалғаннан кейін енді сәл кейінге шегердік. 20 минутқа минусқа кетіп қалды сол үшін. Қандай соңында үшеуден ешеу шықпады. Соңғы рет келгенде үшеудің екеуі шықпады. Бірақ қандай есептің андай мүлдем жол болмай кетті шыны керек. Жаңа тура МЮ Тоттенхэм сияқты. Жол болмай кетті. Бірақ анализ тамаша жасайды. Керемет жасайды. Анализдері жақсы бұның. Врачтар да мақтап отыр. Дәмді дейді. Иә, біз видеомызды бастаймыз. Ливерпуль, Челси, Фиорентина, Интер, кеттік. Осы видеоға біз чемпиондыққа таласып жатқан 2 клубтың матчын таңдадық. Ливерпуль, Интер. Челси. Ливерпуль, Интер. Және Челси. Жалпы осы АПЛ туралы сендерден сұрағым келіп отыр. Осы маусымда сіздердің жалпы чемпиондыққа кім жетеді? АПЛ трофейін кім көкке көтереді? Сол жайлы сіздердің бір ойларыңыз. Манчестер Сити болайын деп тұр ма? Клуб. Екінші бөлігінде маусымда ылғида от алып кетіп тоқтай алмайтын Пеп Гвардиоланың командасы биыл чемпиондыққа таласады. Чемпион болады деп 100% айтпаймын, бірақ бәсі өте жоғары. Таласады дегенде таласып жатыр. Таласып жатыр, иә, бірақ бір рет бүйтіп артқа кетіп қалды да қайта. Ондай топ командаларға түсіп қалды ғой. Челси және тағы басқа тең нәтижелер тіркеліп, Астон Вилла болып қалды. 4 есебі тіркелген. Қазір енді қашпасқа. Сол Манчестер Сити басты фаворит, 1-ші орын жеңіске жетуге үміткерлердің қатарында. 2-ші орында Ливерпуль. Арсенал 3-ші орында турнир кестесі. Арсенал деген кезде дейсің ғой. Мауриньо сияқты. Жоқ, жап-жақсы. Арсеналға мен бүйрегім бұрып тұрады. Жоқ, чемпиондыққа талас мүлдем сенбейді Мауриньо. Көрген жоқсың ба видеосын? Түсініп тұрмын. 51% Сити, Ливерпуль 49%. Мауриньоның болжамымен келісесің, Арсеналда мүмкіндік бар ма? Жозе Кугенмен келісем. Еще ол өз болжамын Арсеналдың сәтсіз сериясы болып кетті, ұпай жоғалтқан. Соның алдында айтты ғой. Арсенал топ жарып тұрған кезде айтты. 1-ші орында тұрған еді ол кезде. Дәл қазір Арсенал меніңше көрсетті ғой негізі топ командаларға қарсы. Оның үстіне мына қысым басталады ғой ертең 25-ші турдан кейін әсіресе мықты қысым болады. Соңғы 10 турда мықты ойнаған команда негізі чемпион болады ғой Англия премьер лигасында. Ал ақпаннан бастап Сити күшіне енеді. Де Брюйне бабына еніп алады. Холланд жарақатынан айығады. Негізі маусымның соңында Ситиде білмеймін бір екінші деме басылып ашылып кететін сияқты күшті ойнап кетеді. Сондықтан меніңше де биыл басты фаворит қазір 2 ұпай қалып тұрса да Манчестер Сити. Одан кейін Ливерпуль, бірақ мен Ливерпуль чемпион болғанын қалаймын. Ситиді аса ұнатпаймын. Өткен маусымнан бері әсіресе. Сондықтан Ливерпульге сенеміз. 6 маусымда 5 рет чемпион атанған. Иә, қызық емес қой. Англия премьер лигасының өзін Бундеслигаға жіберіп тұр ғой. Сондықтан Ливерпульге сенеміз. Бундеслигада биыл интрига жақсы ма дедім. Иә, қасында Бундеслигада. Мен 3-ші матчымды Бундеслигадан алып отырмын. Мәссаған. Ливерпуль Челси
Осы аптада біз бұл командаларды көп еске түсірдік. Екеуі Лига кубогының жартылай финалында таласты. Ливерпульдің қарсыласы Миддлсбро болды. Бірінші матчта Челсидің командасы Миддлсбро болды. Бірінші матчта Лондонның клубы жеңіліп қалды 0-1 есебімен. Сөйтіп, екінші матчта қарсыласты талқандап тастады. 6-0 болып жатқан кезде тағы бір гол керек болып тұрды да, мен жүргізіп отырдым ғой матчты. 7-0 болсыншы, 7-ге 0-ді көбейткен кезде 7 болады деп. Әзіл дайындап отқан. Сөйтсем, Миддлсбро бір гол соғып кетті. Бәрібір талқандап тастады. Енді Миддлсбро болды. Чемпионшипте де қазір 10-шы орында келе жатқан команда болып болды ғой. Біз ойладық, Майкл Каррик АПЛ-ға шығара ма деп сөйтсек, чемпионшипте Лестерлерден әлдеқайда төмен келе жатыр. Ипсвич Таун, Лестер бар. Ал Миддлсбро 10-шы, 11-ші орында, соңғы орындағы Роттерхэммен ойнаған матчта тең нәтиже тіркеп жағдайын қиындатып алды. Сол Майкл Каррик бірінші ойында сенсация жасады, екінші матчта Челси қарсыласын талқандап тастады. Енді қарсылас оңай, бірақ Челсиге бұл жеңіс дер кезінде керек болды. Біріншіден финалға жолдама берді, екіншіден жалпы жас футболшылар кішкене өзіне сенім қоса бастады. Енді АПЛ-дағы сәтті сериясы бар, кішкентай серия болса да. 3 ойын қатарынан жеңіп отыр. Екеуі дерби, Кристал Пэлас, Фулхэм. Миддлсброны ойсыратып, енді финалға шығып тұр. Финалды Уэмблиде өткізеді. Ұтса УЕФА конференциялар лигасына жолдама алады. Жалпы алда Челсиді Ливерпульге қарсы маңызды ойын күтіп тұр. Ол бір айдан кейін болады. Біздің айтатын матчымыз апта ортасында болатын ағылшын премьер лигасында кездесу. Ол ойынның бәсі мүлдем басқа болады. Оған енді кішкене ойланып қоюымыз керек. Ливерпульде жартылай финалда матчын өткізді. Фулхэмге қарсы бірінші ойында 2-1 есебімен жеңіске жеткен, екінші матч тең аяқталды 1-1. Бірақ Фулхэм түк істемеді ғой, матчты көрдіңдер ме? Фулхэм әбіршітіп жіберді ғой Ливерпульді. Ливерпульде енді Салахтың жоқтығы бар, оған қоса мынау қорғаныста Трент Александр-Арнольдтың көмектесе алмай жүргендері бар. Сабаслайы қатыспады. Сабаслайы жарақатына байланысты шыға алмай жүр. Кім? Осы ойынға дайын болуы мүмкін. Азия кубогында Ватаро Эндо кетті. Куанса шығып жүр мысалы. Бірақ жақсы шығып жүрген футболшылар да жаман емес. Дегенмен Ливерпульде бәрібір кадрлық мәселелер бар. Енді Фулхэмді ойсыратып жеңіп тастау оларға керек болған жоқ. Бастысы финалға шықты. Финал Уэмблиде өтеді, Ливерпуль мен Челси арасында тағы да біз Лига кубогының финалын көреміз. Ол бөлек, ағылшын премьер лигасында матч көреміз. Айтпағым, осы аптада біз Ливерпуль және Челсиді бірге қатарынан көп әңгімеге қосып отырмыз. Ливерпуль, Челси, Энфилд мәселесіне мен осы ағылшын премьер осы маусымда тағы да көзім жетті. Кәдімгідей Энфилдте ойын бөлек, қонақта Ливерпуль мүлде басқа. Бірақ Энфилдте байқап жүрсең кішкене еркелетіп жүр қарсыластарын. Алғашқы 30 минутта Челси егер барын салып Ливерпульдің қақпасынан саналуға болса, онда гол соғады. Сөйтіп бірінші Челси ерекшеленуі мүмкін. Есепті ашатын команда меніңше осы көк түсті жігіттер. Одан кейін 70 минуттан бастап 90 минут аралығында Энфилдте Ливерпульдің уақыты басталады, Юнева Уолкойлан қосылады. Одан кейін қанша гол Челси сол уақытқа дейін соғып үлгерді, содан бір голға көп артық Ливерпуль. Баяғы Бразилияның несі ғой, ережесі. Сен неше гол соға аласың, сонша соғасың деген сияқты. Мен қанша соқтым біле, сонша соғам деген сияқты. Энфилд Ливерпульді жеңу биыл осы маусымда ешкімнің қолынан келген жоқ. Команда өз алаңда 19 матч бойы жеңілмей келе жатыр. Жаңа Әлімжан айтты ғой, матчтың басында ғана қарсыласына шамалы күш бір доппен ойнап қалуға мүмкіндік беруі мүмкін. Осы маусымда да бірінші рет болды сондай камбэктер. Ливерпуль өз алаңында болса да жеңіліп жатып, кейін екінші таймда әсіресе матчтың соңында жеңіс голын жиі соғып кетті ғой. Жалпы осы маусымда камбэк жасаған командалардың қатарында айта бер. Ливерпуль осы 89 минуттан кейін ең көп ағылшын премьер лигасында гол соққан команда. 75 минуттан кейін де сондай статистикасы бар. Жалпы матчтың соңына қарай оянып, тіріліп, қажет нәтижеге қол жеткізіп алады. Себебі қысымдары, қарымта шабуылдары өте мықты. Қазір енді өкінішке қарай Челсиге қарсы кездесуде Мұхаммед Салах ойнамайды. Бұл үлкен проблема болуы мүмкін, бірақ Ливерпульде Салах болмаған матчтарда басқа шабуылшылар жауапкершілікті өзіне ала алады. Мысалы Борнмутқа қарсы кездесу 4-0, Нунес сол ойында қалай ойнады. Салахтың позициясында кім ойнады? Диаз ойнады, иә? Салахтың позициясында басында Элиот ойнап көрді. Элиот кейде шабуылға қойып көреді, бірақ Элиот меніңше Челсиға қарсы шықпайтын сияқты. Жалпы менің ойымша оң қапталға енді сіздер қалай ойлайтындарыңызды білмеймін, бірақ дегенмен Нунес
ойнаса екен деген, сол жалпы Нунес ойнаса екен деген менде. жоқ, қалай дегенде Бар. де шабуылшы шебінде Нунес, Жота және Гакпо. Коди Гакпо ойнады ғой Бормутқа. Иә, как жоқ, кімге қарсы Диас шығатын шығар Челсиға қарсы. Менің өзімнің ойым, бірақ кубокке байланысты 28 қаңтарда айтпақшы, екеуі де кубокта ойнайды. Иә. Ливерпульда, Челсида. Челси Астон Виллаға қарсы ойнайды. Иә, ол да қиын матчтар болуы мүмкін, ол жақта да жарақат болуы мүмкін, футболшылар шаршауы мүмкін, қай футболшылар ойнайтынына да байланысты, шаршап үлгере ме, демалып үлгере ме деген сияқты нақты айту қиындау сол жағынан. Иә, Ливерпульдің тактикасы сол орталық шабуылшы сәл төменірек ойнап, қапталдағы қос вингерге, мысалы Диас пен Нунеске жалпы кеңістік береді қарымта шабуылдарға, қапталмен қашып өтуге. Жалпы Нунестің де Диастың де жылдамдығы жеткілікті деп ойлаймын. Бормутқа қарсы сол Дубрасын деген футболшы. Бірақ Салах қазір Ливерпульде. Ливерпульде, иә, бірақ енді бәрібір ойнамайды ғой ол. Ливерпульде, бірақ Мысыр кімге, Ганаға қарсы ойнама есімнен шығып тұр. Бірінші тайм соңында жарақат алып қалды да, қазір Египет федерациясымен келісіп, осы Ливерпульдің өзінің жеке дәрігерлері бар ғой. Мысыр құрамасының футболшысы, аңыз ойыншысы сынап еді ғой, оқыдым ба соны? Ол капитан осындай кезде ол бір аяқпен тұрса да өз құрамасымен бірге тұру керек деп. Жалпы білдірген ғой. Иә, ливерпульдіктер бұны былай аяқтап отыр. Егер Мысыр финалға шықса, біз Салахты сол финалға дайындап береміз деп. Дайындап береміз. Егер финалға шықса, дәрігерлер сондай болжам жасап отыр. Кот дивуармен ойнай ма Египет? Кот дивуарға қарсы матчқа дейін дайын болады деді ғой. Финалға деп айтты. Ливерпульдің дәрігері айтты, уайымдамаңдар деді, иә. Ширек финалға дайын болмайтын сияқты. Ширек финалға. Финал дегенді оқыдым мен. 8-ден бірінші финалға аяққа Сен финалды ма? сәл аз айтайық. Тоқтап бірнәрсе айтайық енді үшеуміздің жақта. Мен былай оқыған ақпаратым. Мен бүйтіп андай сендерге не күш қосу үшін The Athletic деп былай жазды деп кім тексереді ғой The Athleticке кіріп. Ливерпульге барсын, себебі ол жақта дәрігерлер тезірек аяққа тұрғызып береді деді. Деген ба? Деген. Бәрібір де енді матчқа келіп командаға көмектеспейді ғой, бәрібір ол жерде. Ол анау не сияқты басшылық тағы бергендер барды ғой. Былтыр құрама сапында андай психологиялық, моральдық қолдау ғой. Енді Асхат тағы берген жазылып қойғаннан кейін барды ғой. Мынаған ол ақсап жүріп барды. Бұл жерде ондай. Басқаша ол үйде асылып жүре ма? Ордабасыда дәрігерлер мықты, қал деп айтқан жоқ. Жоқ, бұл жерде мен Салах түсінемін. Мысалы Бақтияр Сайнутдиновке дәрігерлер айтты, бармайсың деді. Барма. Салахқа енді кет деген жоқ қой. Салах мысалға барып тұр Кот дивуарға. Жарақат алып кетіп қалып тұр ғой. Соны мысалға оларды түсінуге болады. Менің айтып отырғаным, Салахтың Ливерпульге барғанның не зияны бар оның? Бұл жерде мысырлықтардың айтып жатқаны, бәрі айтып жатқан шығар. Олардың айтып жатқаны Қуат Хамитов деген. Мысырлық Қуат Хамитовтердің айтып жатқаны, неге құраммен бірге болмайды деген ғана пікір ғой, болды. Ал егер шынымен үлгеретін болса, ол әрине Ливерпульге барып, тезірек емделіп, плей-офф кезеңіне керек ол, себебі топта бір матчта жеңіске жете алмас. Плей-офф кезеңіне шықты, үш ойында да теңіз. Бірақ Марокко жеңеді, маңызды емес деп андай. Мен Сенегал деп отырмын. Иә. Мақұл енді Сенегалға Сенегал отырсың ба? Ал бұл ойында кімге сенесіздер? Жоқ, маған қызық болып тұр негізі. Болжам. Неден Африканы сенде жүргізіп жүрсіңдер ғой? Мен жүргіземіз, иә. Иә, не болып жатыр шынымен Марокко ұтайын. Марокко ұтатын сияқты. Қандай үш фаворит бар? Менің Сенегал, Марокко. Одан кейін егер Салах жазылып үлгеретін болса, Мысыр құрамасы. Мысыр ғана, Гана, Алжир деген. Гана ұшып кетті. Ұшып кетті. Алжир ұшып кетті. Қана екінші ұшып кетті, иә. Мәсіған, бірақ егер үшінші турдың ойындары барлық топта масқара болды ғой. 75-ші минуттан кейін Гана шығып тұрады, 76-ші минутта Алжир құрамасы шығып тұрады, Мысыр бар шығып тұрады. Алма кезде Камерундардың тобы вообще масқара болды. Гамбиямен матчы 3-2. Мен параллель ойын жүргізіп отырмын сол топтың. Қайсы екенін ұмытып қалдым. Мен жүргізген ойында есеп 1-0 болды. Параллель ойында 0-0 болды. Соңғы күнде ше Хаким Зиештен басқа ешкім гол соққан жоқ қой, иә? F тобында ма? Иә, мен 0-0-0-0-1 болды ғой ойын. 1-0 болды, иә. Мен сол арасында көріп тұрамын, мен жүргізіп жатқан жоқ, бірақ плей-оффтан бастап кішкене алайын деп тұрсың ба? Қызғайын деп тұрмын. Сомен. Солай дейді. Мәуленің есіңде ма? Солай оларды сенейік. Мен топтық кезеңге келмеймін дейді. Ереке сонда топтық кезеңде матчтар алмауымыздың себебі жастарға мүмкіндік беру ретінде ма десе, жоқ, просто өз бағамды көтеремін да, деймін ба? Мыналарды көреді да, бәрі Мәуленді шақырады. Содан кейін барып топтық кезеңде мыналар шірейді, сосын басшылық маған хабарласады кеш деп, деймін ба? Мен сосын бағасын өсіремін, деймін ба? Жарайды. Ливерпуль, Челси. Әлеке енді. Енді жағдай мынадай.
Осыған дейін мен екі болжамға қатыстым. Екеуінде Челси командасына бәс тіктім. Манчестер Ситиге қарсы ойында жеңілмейді дегенде, ой, мына тентек ба деген кезде 4-4 есеп тіркелді. Шығарып берді. Иә, сосын Челси жеңеді деп екінші бәсті тіккен кезде 1-0 есеп тіркелді. Челси тағы да шығарып берді. Бұл жолы енді Челси жеңеді дегенге қатты сеніп тұрған жоқпын. Ливерпуль бірінші орында келе жатқан команда, қарқыны мықты, Энфилдте ойнайды. Құрамда мәселелер болса оған қарамайды. Челсиде де бар ол мәселелер. Николас Джексон да Африка кубогына кеткен футболшы мысалы. Одан бөлек сау тұрғыда Челси өзі құрам бойынша Ливерпульден жеңіледі ғой. Сондықтан бұл ойында Челси ұтады дегенге 100% сенімді емеспін. Бірақ ұтылады деп бәс тігуден аулақпын. Өзімнің командам. Бұл тұрғыда мен бәсімді тігіп, рахаттанып, жанкүйер болып көруім керек қой, дұрыс па? Сондықтан мен Челси гол соғады деген бәс тіккім келіп тұр. Бірақ Челси гол соғады деген бәске 1/3 коэффициенті беріліп тұр. Иә? Ол біздің ережеге сай келмейді. 1/5-тен көп болмау керек. Сол себепті мен кішкене бір құйтырқа амал қолданайын деп тұрмын. Бір голдан көп гол соғады деймін. Ол жерде коэффициент көп береді. Ал базарат болып қалса, бәрібір мен ұтамын ғой мысалы. Бәс шықпай қалды деген болмайды. Сондықтан Челси бір гол соғады. Ол голды сол бірінші болып соғады деп ойлаймын. Сондықтан Челси бір голдан көп соғады деген бәсті алғым келіп тұр. Тамаша. Неше коэффициент? 1/85 коэффициент. 1/85. Айтпақшы енді бір нәрсе есіме түсіп кетті. Бұл темадан сәл ауытқиық. Өткен жолы мен әр экспресс шыққанға 2000 теңге өте бердім. Әр қайсысына ма? Әр қайсысына сендер ғой, мен 1000 теңге деп айтайын деп тұрған жерде коласымен ал, коласымен дөнер, коласымен алсын, айран ішін деп 2000 теңге көтеріп тастадыңдар. Енді өзім айран ішпегелі бір апта болды десе. 21 адамның экспресс шықты ғой. 21 адамға. Сонда біз үшеуміздің біреуіміздікі шықпай, комментарийден 21 адамның экспресс. Осы сол видеоға дейін бір ғана адамның комментарийде экспресс шықты ғой. Алдап кеткен жоқ па сен ешкім Бексұлтан? Жоқ, алдаған жоқ мен. Сәл бір фотошоп, мұқият тексердім. Ар жақта енді құйтырғы әрекеттері бар. Қандай? Біздің көрермендер оларды ақымақ емес. Андай бар мен. 1,5 коэффициент ойнайды. Бәрі шебейді 1,5 коэффициенттің болжамдары. Мынандай мәселе бар. 3-4 аккаунттан жазуы мүмкін. 3-4 аккаунттан жазып, бір комментарийін қалдырады, шыққаннан кейін қалғандарын өшіріп тастайды. Немесе сол тұра береді. Сенде ондай талап жоқ па? Бір ғана экспресс болу керек деген, бәрібір ма? Мен мына видео шыққаннан кейін, алдап кеткен сияқты негізі. шыққаннан кейін жазып жіберсем бола ма? Өзім алдандым. Басқаша тағы жазып жіберсем бола ма? Егер 10 000 теңге қатылып қалсам, 2000 теңге хотя бы. Жоқ, бұл жолы ондай жасамақ қоясыз. Жоқ па? Сол видеоның басында айтқан жоқпын өйткені. Сонда да егер комментарий жазғыларыңыз келсе, лайк басам, шықса, молодец деп. Бюджеттің бағдарламасы 30 000 теңге, сен 42 000 теңге. Бір андай бір сәл қуантатыны енді халқыма беріп жатырмын да бұны. Сол ғана көңілімді көншітіп отыр. Халқын лақтырып кетті. 42 000 теңге. Жоқ, ішінде енді 21-дің 10-ы да 15-і де әділ тапса. 21-дің 21 деп сенем енді. Халқым... Мен енді конкурс жасап жүрген адам енді. Халқым алдамайды мен деп шындай. Сондай үміттемін хотя бы. Сіз не ойлайсыз Қасым-Жомарт Кемелұлы? Мен Ливерпульге сеніп отырмын. Ливерпуль халықты ойламайды ғой бұл, көрдің ба? Халық деп сразу жалтырып кетті Ливерпуль деп. Ливерпуль маңыздырақ болып тұр ғой қазір. Халық жайлы сұрап едім мен. Халық жайлы не ойлайсыз деп. Халық жайлы қандай сұрақ болуы мүмкін мысалы? Алдап кетуі мүмкін ба мысалы 21 адам? Қаншасы? 21-дің бәрі алдамайды ғой. Бәрі алдамайды ғой дей ма? Бәрі алдамайды ғой. 21-дің 80% алдауы мүмкін. 80% алдауы мүмкін ба? Мен мүлдем ондай. 21-дің 80%. Даяқ жеген адам ғой. Жоқ, біз енді телеграмда конкурс жасап жүрген адамдармыз ғой. Не деген амал айлап. Мынандай бар ғой, мысалы ше, бір адам 5 комментарий қалдырады. Матч кезінде шықпай жатады ғой. Өшіріп тастайды. Мен оны мысалы скрин жасап аламын атымен. Сөйтіп мысалы Әли деген жігіт 5 комментарий қалдырды. Скрин жасап алдым, сосын маған Әли жазады ғой. Ей, мен ұттым деп. Менде скрин тұр деп жіберемін. Келесіз деп, сөйтіп 5 комментарий жазады. Біреуін қалдырады да, атын Роберт деп ауыстырып қояды ғой. Сөйтіп мен Әли, міне 5 комментарий қалдырдым болса, мен Әли емес, ол Роберт деймін. Неше түрлі амалдар бар ол жерде. Жарайды енді. Сонда да дейікші. Сонда дұрыс Бексұлтан. Ол ақша мысалы 2000 теңге. Құдайдың бір аты халық деген. 2000 теңге бәс тігіп 20 000 теңге көтеріпті. Ладно. Ливерпуль Челси.
Ливерпуль Челси. Халықты қоя тұрайық. Астағфиралла, Жоқ, халықты қоя тұрайық деген сөз, мынау жамандау. Халықты жоғары қоя тұрайық. Халықты жамандап жатыр да. Халықты халық биік қоя өйтеді, бүйтеді деп. Сол жамандауды қояйық деп. бұл әншілерге пародия үшін. Жоқ, менің 80% деген жаңағы Ринат Зайыптың несі ғой. өнердегі әріптесімді тыңдайықшы. Өнердегі? Өнердегі? Есет Төлеш. Менің тым өнерім жоқ, сол бір айда Матч жүргізесің ғой, өнер қолда. Соның болжам тыңдайықшы. Өнер алды қызыл тіл дейді. Қызыл тіл деген. Мына бәрі қырқасында жүрсің. Жоқ, осылай жібер. Көрсін бәрі. Осының бәрін көрсін енді адам. Біз халықтан ешнәрсе жасырмаймыз. Шешінші. Ой, Есет Төлеш болса. Каспиін көрсетші. Ливерпульдің победасын алып отырмын мен. Жеңісін. Негізі екеуі де гол соғады дегенді алғым келген. Сол ең ұнайтын бәс сол ше маған. Бір командаға жақтасып отырмайсың да. Бірақ аз коэффициент беріп тұр өкінішке қарай. Екеуі де гол соғады дегенге, сондықтан 1,5-ға да жетпейді. жетпейді. 1,48 ба сондай, 1,47 ба сондай. иә. Сөйтіп әрі бері ойландым. Мықты сарапшылармен ақылдастым. Руслан Бақытжан деген. Дидар Есенов деген сарапшымен ақылдаспадың ба? Жоқ, көрмедім оны, хабарласпадым. Иә. Сонымен Сөйтіп Ливерпульдің Реал дейін деп жатырмын ғой. Ливерпульдің жеңісін алып отырмын. аха. 1,6 коэффициент шамамен қателеспесем. Қазір нақтылап аламыз. Жеңу керек. Ливерпуль Энфилдта 19 матч бойы жеңілмей келе жатыр. Манчестер Сити бүйтіп искеп тұр бір жерінен. Жетіп қалды. Сондықтан оларға жеңіс алудай қажет. Табанынан искеп Әрине. Сондықтан оларға жеңіс міндетті түрде қажет. Оның үстіне Челсимен енді андай ойын көп қой, 0-0 деген ше. Мен екеуі де көп гол салады, 2,5 больше дегенден қорықтым шамалы. 1-0 сияқты есеп болып қалуы мүмкін. Иә, өте қауіпті. 1-0 бітіп қалса мен таң қалмаймын. Оның үстіне Салах жоқ, бірақ Салах жоқта анау естеріңде ма? Ливерпуль Барселона 4-0. Салах жоқ болды ғой сол ойында. Сонымен команда ойыншылар жоқ болды. сондықтан Салах болмаған кейбір кездесуде матч есінде, иә. Сол Барселона есімде. Кім гол соқты ол матчта? Виналдум дубль жасады. Ориги дубль жасады. Салах жоқта Ориги ұрды ма? Ориги деген түнде оянып кетем. Қорқыныштысың ғой. Терлеп па? Оянып кетем арасында. Ани проспали головой деп. Оригиналсың деген әнді естімейтін, тыңдай алмайтын содан ба? Орио деген бесеуді жемейсің. Өшір деген менсің ба? Мә, ол ойын әлі. Бұл бүйтіп айтып жүр ғой, ал сен Ориги малсың деп жүр ғой. Өмірімде бірінші рет андай барға барып көргенмін ғой. Кафеге ше, тамақ жеп. Мен ең бірінші рет барға барғанымда Реал Мадрид Барселона, Реал Мадрид 3-0 жеңген. Масқара болып бәрі Барселона деп отырып өсіп бірінші менге кетіп қалғансың ғой. Үйге барып барадым. Настроением түсіп. Жарайды, матчқа оралайықшы. Ливерпульдің жеңісін алып отырмын. 1,69. 1,69. Әдемі коэффициент. Ұтуы керек, бірақ гол аса көп соғылмайтын сияқты. Ал менің болжамыма келетін болсам, Челси Фора 1 деп алып отырмын. Өйткені біріншіден 1-0, 2-1 нәтижесі тіркеліп қалуы мүмкін Ливерпуль жеңсе де. Сосын мен бірінші турдағы ойын есімде, Ливерпуль Челси ойын жүргіздім. Ағылшын премьер лигасының бірінші турында 1-1 болды. Иә, 1-1 болды. Ағылшын футбол телеарна арнасында. Сол кезде Челси өте жақсы қарсыластық танытты. Жалпы жеңіске жетіп кетсе де, жалпы лайықсыз деп айтпайтын еді ешкім ол кездесуде. Жеңіске лайық болды, былайша айтқанда. Иә, лайық болды десек те болады енді Ливерпульдің жанкүйерлері ренжімесін. Сол үшін Челсиға сонымен қоса осындай Ливерпуль, Манчестер Сити сияқты қарсыластар ыңғайлы болып келеді. Өте биік ойнайды. Қазір геген прессингтің ескі биік деген жоғары ойнай ма? Геген прессинг өте жоғары, өте белсенді прессинг. 2020 жылы, 2019 жылы анау Чемпиондар лигасын ұтқан кезде сол ойыны қайтып келген сияқты бұл Ливерпульге. Ал сол себебі Юрген Клопптың 7-ші маусымы бітіп 8-ші маусым басталды. 8 маусым. Содан кейін барып енді жартылай қорғаушылары жаңарды, жас футболшылар көп. Жалпы менің болжамымда 1,83 коэффициент беріп тұр. 1,83 Фора 1-ге менің ойымша өте жоғары коэффициент. Ливерпуль 2-0 ұтып кетті. Тең нәтиже болса, менің бәсім шығады. Бір гол айырмасы возврат. Жаман емес, возврат болса, ар жақта екеуі шығып кетсе де, кемі бір 30-40 мың теңге қанжығым байланады. Үшеуміздікі де шығатын бәсіл қандай 3-2 ма? Маған кез келген жеңіс 3-2. 3-2. 3-2 менікі шығады, сенікі шығады, бексіздікі де шығады. 3-2 ма? Ол мүмкін емес сияқты. 2-1 2-1 Менде 1 плюс, иә? Иә, менде қайтырып қойды. 3-2 жарайды. 3-2-ге жанкүйер болайық. 3-2 кетсе де.
Жақсы, түсінікті. Біздің арнамыз демеушісі Бриксбет компаниясы. Бриксбет ең жоғары коэффициенттер, ең жылдам сервис. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, Брикс дода промокодын теріп тіркелсеңіздер, бірінші депозитке 200 000 теңгеге дейін бонус аласыздар. Сәттілік сілтеме төменде, міндетті түрде сілтеме арқылы өту керек. Сол кезде бонус береді. Екінші ойын Фиорентина Интер. Бұл кездесу 28 қаңтар күні өтеді. Түнде біз 22 тур аясындағы матчты тамашалаймыз. 4-ші орында келе жатыр Фиорентина. Ал Интер чемпиондыққа талас өзінің 20-шы скудеттасын жеңіп алуға ниетті. Ювентуске қарсы. Жалпы ағылшын премьер лигасында ұқсас жаздай. Ар жақта Сити мен Ливерпульді қойып отырмыз ғой. 49-51 деген сияқты. Бұл жерде де Интер мен тура сондай ситуация. Интер мен Ювентус. Елу бірде көп жалпы сарапшылар Интерге беріп отыр. Жалпы ойыны да ұпай жинау тенденциясы да тамаша. Ең бірінші есет, сенен бастайық. Осы А сериясында сенің ойынша кім чемпион болады? Кейін барып асықпай Фиорентина Интер ойынына да өте береміз. Енді өзің айтқандай 51%, 51-ден көп сияқты меніңше Интердің жеңіске жету мүмкіндігі. Осы маусымда А сериясында жалпы Италиядағы ең нөмір бірінші команда бұл Интер. Ойын жағынан, көркем ойнау, шабуылдау жағынан Интерге осы маусымда ешкім жете алмайтын сияқты. Сондықтан Ювентусқа бір жағынан әрине туриндіктерде Еврокубок жоқ биыл. Оларға сәл бұл жағынан жеңілдік бар, демалады көбірек. Бірақ бәрібір Интердің аты Интер осы маусымда меніңше білмеймін тоқтата алмайтын сияқты. Сонымен қоса Суперкубокта жеңімпаз атанды. Суперкубок жеңіп алды жақында ғана, иә. Чемпионатта Ювентус бірінші орынға шығып кетті қазір, уақытша. Бірақ ол уақытша, себебі бір матч әлі өткізген жоқ Интер. Интер осы Фиорентинаны жеңсе 2 ұпай алда тұрады. Иә, қайтып озып кетеді, сондықтан меніңше бірінші орынды бермейді олар. Кімдер анау шабуыл шебі деген мықты бағында ғой. Лисандро Мартинес пен Тюрам Джоба. Мартинес деген ана жарақатынан айығып алды ғой, желтоқсанда жарақатталып қалған, 2 матчқа қатысқан жоқ. Содан айығып алғаннан кейін биыл аргентиналық ойыншы өте мықты ойнап жатыр. Соның арқасында Интерді биыл қарсыластарын ірі жеңіп бастады. Негізі А сериясында минимал жеңіс өте көп тіркеледі ғой. 0-0, 1-0. Ювентустың жақсы көретін есептері негізі. А Интерде керісінше әдемі ойын көп, 3-0, 3-1 сондай жеңістер. Сондықтан меніңше Интер биыл жеңіске жетуі қажет осы маусымда. Матч туралы айта берейін бе әлде? Жоқ, енді пікір сұрайсың ба? Тұрақты ойын, сол Интер жайлы қосып өтейін. Жаңа Лисандро Мартинес, сол жалпы 21 ойын болды Интерде, соның 18-не қатысты А сериясында. Сонымен қоса 18 гол соғып тастады. Сосын мынау финалда соққан жалғыз голы трофейға келген жоқ па мысалы? Команда капитаны ретінде трофейді көтерді. Соңғы 4 матчта 4 гол. Әдейі осындай статистикасы бар. Сондықтан меніңше матчқа кетіп қалып жатырмын мен қайта-қайта. Кетіп қалай Фиорентина Интер. Фиорентина 4-ші орында тұр. Чемпиондар лигасына қатысып қалуы мүмкін, жолдамаға таласып жатыр, бірақ турнир кестесіне қарап, олар биыл мықты екен ғой деп алданып қалуға болмайды. Миланнан үздік үштіктен біраз қалып қойды. 11 ұпай. 11 ұпай. Миланның өзінен 11. Миланның өзі Интерден қанша қалып қойды? 4-ші орын чемпиондар лигасына жолдама беретін. Бірақ ол мықты ұжым емес. Биыл Фиорентина негізі 4-ші орында тұрғанымен Фиорентина мықты емес, бәсекелестер не болып жатыр да, тұрақты ойнамай жатыр. Оған қоса 9-ші орындағы Наполи мен 4-ші орындағы Фиорентинаның арасы 3 ұпай емес па? Өте дұрыс. Не деген сарапшылар есептеуге жақсы. Әдейі 7-ге 0 дегенсе неше болады? 0. Арада неше хромосома бар? Екеуі ғой X, Y. Дұрыс. Жалпы, өте тамаша, өйткені 4-ші орында келе жатыр деген ат бар. Видеоның басынан бастап, ойбай, Фиорентина 4-ші орында келе жатқан деп енді Интерге қосып отырмын ғой бұл жерге. Сен жайғыны қосып отырмын ғой деп. Адамдар ойлап қалсын, 4-ші орында Фиорентина не болады екен, не айтатын екен деп. Біздер кейін халыққа түсіндіріп жатырмыз. Фиорентина алдап қалмаңдар. Көздеріңді ашыңдар. Кликбейт жасадың ғой сен сонда. Көздеріңді ашыңдар. Фиорентина биыл 2024 жылы бір ғана жеңіске қол жеткізген. Оның өзі кубокта Болоньяға қарсы, ол жеңістің өзі пенальти сериясымен. Қалған матчтың бәрінде жеңіске жете алған жоқ. Суперкубокта ойнады олар. Наполиден, дағдарыстағы Наполиден 3-0 есебімен жеңіп қалды. Чемпионатта да анау Сасуолодан ұтылып қалды ма, тең түсті ма, әйтеуір
нәтижесі өте нашар осы 2024-тің өзінде. Сондықтан дәл қазір Фиорентина өз алаңында болса да Интерге қандай да бір күш көрсете алмайтын сияқты. Ал Интер керісінше 2024 жылы бір матчта да ұпай берген жоқ қарсыластарына. 4 матч па ойнады, 5 матч па, 4-5 матчтың бәрін ұтып алды. Бәрінде де жеңіс, майскорға қарасаңдар жап-жасыл болып тұр 2024. Иә, тұрақты ойын. Жалпы Никола Барелла мен Хакан Çalhanoğlu екі футболшы Фиорентинаға қарсы ойынға қатыса алмайды. Біз білеміз, Интер 5-3-2, сонда 3 орталық жартылай қорғаушының екеуі ойнай алмай тұр. Кішкене мәселе туындыруы мүмкін дегенмен де. Мүмкін, әрине, мүмкін. Бірақ Интерде қазір шабуыл шебі мықты болса болды. Лаутаро Мартинез бен шамасы Тюрам шығатын шығар енді шабуылға. Ол екеуінің өзара жұптасы ойнауы осы маусымда мықты, жақсы бір нәтиже беріп тұр. Сондықтан мүмкін гол жіберіп қояр, бірақ қажет голын соға алады меніңше. Бірақ Фиорентинада әрине команда капитаны Бераги қатыса алмайды. Сол үшін екі жақтың да жағдайы бірдей. Сонымен менің болжамым Интер бұл матчта жеңіске жетуі қажет және сыйлық сияқты меніңше. Білмеймін енді қалай екенін, өзім дәл солай болып тұр. 1-9 ба? Қанша? 1-95. 1-95. Шамамен 2 коэффициент беріп тұр Интердің жеңісіне. Өте тамаша коэффициент. Сондықтан мені бас қатырған жоқпын, соны көрдім да Интердің жеңісін ала салған дұрыс шығар деп ойладым. Мен кішкене бас қатырдым. Ал. Винченцо Италияның командасы гол соғады деп. Винченцо Италияно. Я, әдемі, кәдімгі. Бірден кім екенін білесің да? Маргарей. Доминик де Коко. Ана бұрын неде, тиктокта өлеңдер болып кететін еді. Тағы айтшы. Доминик де Коко. Доминик де Коко. Қия салам. Түсінбейді ешкім. Жалпы мен андай приколдар ше, мысалы Әлімжан да бағадан бері прикол айтып жатыр. Комментарийға түсініп жатсаңыздар жазып қойыңыздар. Бәрі ше. Әйтпесе, мысалы мен де ютубта видеолар бұл негізі әзіл бағдарламасы. Бұны сіздер матчтар өтіп кеткеннен кейін де анада дау болып тұр екен ғой күліп отырып сөйтіп тамаша отырып. Интердің победасын алған дейсің. 0-4 Фиорентина. Барелла мен Бихдерден ойнамайды, пастарын істеймін. 4-інші орында тұр ғой Фиорентина. Винченцо Италияны вообще бапкер емес қой десе. Грация да керек еді. Бұрын анау бар еді тиктокта бар. Жаңа мен бірақ осы айтқым келгені біреудің YouTube видеосын тиктогын көремін ғой. Көбірек мақтайтын болыппын мен. Молодец өтсе, әзілдің мықты деп жазып бастайтын, өйткені маңызды екен. Мен өзім ютубер ретінде оны түсініп отырмын. Поддержка беру керек. Соны бүйтіп, қалпын түсіндің ба деп күтіп отырасың комментарийде ше. Ешкім бүйтіп жазбайды сол кезде. Өте тамаша. Мен білесің бе, тоже сондайға өттім. Мен бірақ енді коммент көп жаза бермеймін. Әріптестерімді мақтауға көштім. Біреу матчты жақсы жүргізсе керемет деп соны. Мен матчтарым қандай? Соның фишканы Ербол Қайыров түсініп алып берші, ол да сөйтіп жүре соның кезде. Бексұлтан, Есет Төлеш жақсы жүргізіп отырсыңдар. Сен де жаман емес былай. Мен енді жасарымды асап. Сен қонша емес, оны жүргізе алмайды деп жандай. Где твоя премия? Әлімжан топ қой. Где твои медали АПЛ деген сияқты. Не еді сонымен? Гол соғады. Фиорентина гол соғады деген. Бәсті таңдап отырмын. Фиорентина гол соғады? Екеуі де гол соғады шығар. Иә, тұра соны. Фиорентина гол соғады. Бірақ Интерде гол соғады. Бірақ Интерде гол соғады. Сөйтіп Бексұлтанның дұрыс екен, екеуі де гол соғады. Басынан бірақ деші. Бірақ жоқ олай емес. Бірақ дедің ғой. Зор айтады. Ол енді мақтау керек деп. Натуре ұнады маған. Санады ма? Әдемі, иә. Бірақ деп айтты ғой кәдімгідей. Кубок Африки финал сенде. Ой, рахмет. Тағы айтшы, брат. Бірақ әдемі. Әдем ма? Әдем ма? Әдем. Ливерпуль Челсиге дайындалды. 1.79. 1.79 коэффициент. Неше коэффициент? ОБЗ ма? Иә, ОБЗ. ОБЗ обязательно шығады деп отырмын ғой. 1.7. Тамаша, өте керемет болжам. Менің ойым есетпен бірдей болып шығып тұр. Бексұлтан, сен ойын ешкім сұрамайды ғой ше. Бекс сенші деп бүйтіп сұрақ қойшы. Халқым іштен сұрап жатыр. Бекс қалай ойлайсың сен? Бекс қашан айтса екен деп отырмын. Бекстің ойын тұрмыз. Мен Интер жеңіске жетеді деп отырмын. Данышпандар бірге ойлап тұр. Фиорентинаның бұл жерде Интер тұрақты ойын. Жалпы А сериясында бір Интердің 3-4 ойын өзім жүргіздім. Жеңіске лайықты. Шабуылшылар
Тюрам мен жалпы Тюрам сонымен қоса қателеспесем 8 ассист жасады. 8 ассист. Сұмдық нәтиже. Ең үздік тегін трансферлердің бірі ғой жаздағы. Иә. Фиорентина Наполиге қарсы 3-0 ойын көрдік. Жалпы Наполи бір голын соғып алды да қорғанысқа жатты. Фиорентина тіпті Наполидің қорғанысын бұза алмады. Боруссия Мönchengladbach'тан алысты ма? Иә. Матчтың соңына қарай Наполи тұрды, қарымташ голдармен 3-0-ге дейін есеп жеткізді. Бұл жерде мен енді Интер вау маусымдағы қазір үздік кезеңі деп айта алмаймын әрине. Ол әлі енді келетін шығар, бірақ бұл жерде Фиорентинаның ойынын бағалап тұрып, осындай тоқтамға келіп отырмын. Әдемі. Иә, жеңіс екеуміз бірдей. Екеуміз бірдей жеңсін. Онда Интер 2-1 есебімен жеңіске жетсін дейміз. 2-1 есебімен жеңіске жетсін. Ал енді біз өзіміз таңдап келген ойындарға көшеміз. Әлімжан, енді сенің таңдап келген ойынына өтсек. Мен өзім жүргізетін матчымды таңдап келдім. Жүргізгенде қызығырақ болсын деп, оған қоса мына видеоға дайындалып, ол матчқа да дайындалып күшті бір. 3 қоянды бір оқпен атып тұрсыз ғой? Иә, қоян етін жемеймін. 3 қоян 3-ші аяқтан шықты. Сол 3-ші бір случайно кетіп қалған. Табылады үшін, матчқа дейін табылады. Уақыт келісіп шындай. Қалада ем комментатор. Байер Боруссия Мönchengladbach ойына. Енді Байер ұтады деп бәстікім келіп тұр. Бірақ дәл маған келген кезде бір нәрсе болып қалатын бар да, ұтылып жүрген адамға бәстіксем ұтылып қалатын, сол қырсықтық Баварияға көмектесейші енді. Баварияға көмектесіптік победа берді. Жоқ, бәсім шықпайды деп айта алмаймын. Шығып тұрады. Байер жеңіске жетеді десем жеңіске жететін шығар. Бірақ Байердің таза жеңісі неше? 1-3 ба сондай коэффициент. 1-3 беріп тұр. Енді жоқ, мен не. Тұрмас. Мына майскорда бар екен. 1-3 коэффициент беріп тұр. Сондықтан кішкене қосуымыз керек енді. Сөйтіп, екі командада гол соғады деген бәсті алуға болады. Бірақ екі командада гол соғады деп мен Фиорентина Интер алып қойдым. Сонымен бір чит болмасын деп, бәріне бірдей бәстіге бермесін деп. Мына жақта екі командада гол соғады және Байер ұтады деп бәстікім келді. Сөйтсем, екі командада гол соғады, Байер жеңілмейді деген бәстінің өзіне 1-9 беріп тұр екен. Соны ала салайын деп шештім. Тамаша. Негізі сөйтіп Байерге жанкер оламыз. Байер енді екеуі де гол соғаттан қарағанда осындай кішкене құйтырғы іс-әрекет тағы да барып тұрсын. 1-9 коэффициент. Бәстігі бірақ әрине Боруссия Мönchengladbach ұтып кетсе енді олай бола қоймас. Ол Боруссия Мönchengladbach Боруссия гол соғып алса болды ғой. Иә, Боруссия Мönchengladbach ұтып кетсе үшеуден екеуі шығады енді. Амал жоқ. Амалдың жоғы. Ал Есет, мен Ла Лиганың басты сенсациясын таңдадым. Өз бәсіме Сельта Жирона арасындағы ойын сенсация деп Жиронаны айтып жатырмын. Сельтаға қонаққа барады. Кубоктан ұшып кетті жақында. Бірақ ол жақта Артем Довик ойнаған жоқ. Мен Сетантада Жирона мен Севильяның матчын жүргізген 5-1 болатын кезде. Довик 6 минутта хет-трик жасайтын тамаша бір ойын болды. Сол кезде Жиронаның бірінші рет бір 90 минут бойы қалай ойнайтынын көрдім. Бұған дейін бір әрі бит шолуғана қарай салатын. Реалға қарсы ойын көрген жарсын кейін. Иә, сол бар. Жиронаны бір Савиомен таныстым былайша айтқанда. Сол ойында бұған дейін Савио деген 19 жастағандай бір талант бар екен көрмеппін. Өте мықты ойнайды. Довик қазір бабында гол соғып жатыр. Желтоқсанның үздік ойыншысы болды. Сондықтан Жиронаның жеңіске жетеді деп ойлап отырмын. Басында сондай бір бәс таңдадым. Бірақ 2-6 май беріп тұрып, бір жағынан сақтану керек. Сельта себебі өз алаңында қанша дегенмен жақсы ойнайтын команда ғой. Чемпионаттан нашар 16-шы орында келе жатыр. Севильяның тағдырын кешіп жатыр былайша айтқанда. Бірақ Жирона сырт алаңда жақында Альмериямен тең түскен болатын. Сондықтан бір қорқыныш болды. Мүмкін команда ақырындап бір дағдарысқа түсіп келе жатқандай. Альмерия мықты. Альмерия мықты, иә. Көрдік. Мықты. Сондықтан сразу нүкте қойып теманы жауып тастаған ба? Мықты Альмерия жарысы. Қолмен болса да саламыз ғой оларға. Сельта Жирона кездесуіне біраз ойландым. Енді Жирона бір әдемі коэффициент сияқты 2-6 жеңіске жететін шығар деп ойладым. Бірақ сол жаңағы Альмериямен тең түскені бар, кубоктан ұшып кеткені бар, кубокта Довик ойнамады демесеңіз, былай бәрі шықты ғой негізгі құрамда. Сондықтан қосалқы құрамда жоқ, бір 3-4 қосалқы құрамның ойыншысын қосып жіберді. Көп емес, сондай көп емес. Довик екінші таймда шықты. Иә, 46-шы минутта Довик алаңға шықты. Кубок қой бәрі ол. Керек емес еді сол Жиронаға сол кубок. Сол енді бар ойы чемпионатта. Чемпиондар лигасында шығып тұр ғой.
негізі бұйырса. Бірақ Кубокта ойлашы, сен өтіп кетсең, фавориттердің қатарында болатын. Иә, Себебі, бәрі ұшып кетті ғой. иә, Басқа кеше- фаворит Реал ұшып кетті мысалы. Атлетик Билбао фаворит сияқты менің ойымша. Атлетик Билбао. Иә. Атлетико да мықты ғой биыл. Атлетико да, иә. Атлетико да мықты. Басқа емес, Реалдың өзін шығарып тұр. Қазіргі жеңімпаздарды. Өте дұрыс. Атлетик те мықты, негізі қызық болайын деп тұр. Малорка бейшара не болайын деп тұр енді. Жарайды, әрі-бері ойландым. Болжам Сельта қойшы. Жирона матчына, иә. Сосын мен Жирона Фора 0 деген таңдауға тоқталдым. Себебі бір жағынан сақтану, меніңше Жирона жеңіске жетуі қажет сол ойында. Бірақ бір андай сақтаныш керек болды. Сақтаныш дейтін сөз жоқ қой негізі. Иә. Ойдан шығарып алдым жаңа. Сақтану керек болды. Сейвова дейді ғой бұл. Иә, Фора 0, яғни жеңілмей қалғанның өзінде бәсім, тең түсіп қалғанның өзінде бәсім қайтарылады. Жақсы бәс қанша беріп тұр? Қарайсыз. Жиронаға сізде Ескі сізде сөйлеп кеткен ба? жоқ, сізде ме? Үнемі. 1,86. 1,86. Тамаша ғой. Онда емес қой оның бәсі. Фора 0 ғой. Фора 0, иә. 1,86. 1,86. Жеңістің өзіне 2,5 беріп тұр, прикинь. Жирона мысалы жеңілген командалар санаулы ғой. Сол Реал ұтып кетті сол Жиронаны, тағы да бір екі команда. Жирона Реалдан ғана ұтылды. Болды ғой. Иә, Реалдан. болды. Иә. Тең түскен ойындар. Майорка бар ғой десе. Майорка, Майорка, кубок иә, санамағанды кубок. деген ғой, иә. Есеттігі дұрыс, сіздікі дұрыс. Екеуі де дұрыс. Мен қателестім. Сонымен менің Ондай. үш бәсім осындай. Қаншаға сен шығып тұр, қазір айтайын. Или соңында бөлек айтамыз да. 6,1 коэффициент. 6,1. 6,1 коэффициент. 6,17, 10 мың теңге тігіп, 61.785 теңге жеңіп алу мүмкіндігі ес. 10 мың теңге тігіп, 10 мың теңге ұтылып қалу мүмкіндігі. Сонымен қоса деп жаңағыдай. Солай болатын сияқты өзі. Мына үшеуінің біреуі қарап тастайды ғой, иә. Бексұлтан ақшасы тіге берсей. Иә, бәрібір. Мен сол үшін негізі Жиронаның победасын алсайын дегем. 2-5-ке. Сосын ойландым. Бексұлтан ақшасы дейсің, онда ұтса мен алайын онда. Бұл үй бір бай. Кешірім сұрайын. 61 Әлімжан айтып отқан. Мен үндемей отырмын. Ұтылса бексіздік отса менікі десей сол. Иә. Әлеке сіздікі? Білмеймін ғой, мен сені тігіп отырсың ғой мен. Ой, сіздің общий коэффициентіңіз қазір мен тігіп қалыптым ғой. Мен бәс тікпеймін ғой. 6,29. О, Мәссаған. Шама алған осы кеттім. 62.918 теңге. Қанша? 62 мың? 62.918 теңге. Менде 61.785, сонда где-то 300 теңгеге қалып тұр Мен ба? сұрамайсыңдар ма енді? Күтіп отырмын жағынан бері. Сенің үшінші матчың қандай? Менің үшінші матчым Тоттенхэм Брентфорд. О, әдемі ойын. АПЛ-да шықпайды екенсің. Тоттенхэм стадиумда, өз алаңында Францияны таңдау керек еді. Иә, әдемі болады. Топ-5 лиганы қамтып, жалпы бірінші сондай жағдай орын алуы мүмкін еді. Тоттенхэм Брентфорд бәс тік қойдым уже. Жақсы, жалпы алдын ала бәстеріміз тік қоямыз. Брентфорд қонақтар Тоттенхэм Брентфорд матчына тігемін десей. Брентфорд жеке тотылы бірден көп деп тұрмын. Яғни Брентфорд ойланып қаламын жоқ, негізі орысша аударып аламын, жеке тотылы бірден көп деген. Қалай ол сонда деп. Бір голдан көп гол салу керек, иә? Брентфордтың тотылы деп берейікші. Брентфордтың тотылы Брентфорд бір голдан көп салу керек. Бір гол соқса возврат. Бұған бізде 2 коэффициент. Әлімжандікі сияқты ғой, Челсидікі, иә? Тұппа тура сондай. Тұппа тура. Брентфорд жай гол соғады дегенге 1,43 па сондай болып тұр. Жетпеді. Сол үшін осындай кішкене бәске. Брентфорд салуы мүмкін, иә? Кімнен үйреніп алғансың ондайды? Тәуекел еттім солай, иә? Кімнен үйреніп алғансың дейді бәс тігуді? Бұрыннан білем ғой негізі. Сен не де осындай ше. Жалпы коэффициент келетін болсақ, 7,18. Ұтылып қалдың ба немен? Ұтылдым. Жеңімпаз Ережесі сондай болса. Мен жаңа түсіндім. Мен Жиронаның победасын алғым келді басында. Сөйтсем, коэффициентім 8-де бір нәрсе шығып кетті. Сосын Бекс ұсынды маған, победа апасына. Давай Фора 0 ал деді маған. Жақсы жарайды дедім. Сөйтсем, 8-ді көре алмай отыр екен ғой. Ертең ниче болып қалған кезде рахметімді айтасың ғой. Жақсы. Жалпы 2 коэффициент. Енді Брентфорд кемі бір гол соғады бұл жерде. Кемі, өйткені Тоттенхэмнің біз қорғанысын білеміз, өте биік ойнайды. Сонымен қоса Брентфордте Айван Тони сияқты келді ғой Тони. Футболды сағынып, ана жинап. Брентфорд сонымен қоса соңғы 6 ойында гол соғып келе жатыр. Жалпы шабуылы мықты команда. Лондон дерби, ашық футбол, ойбай, андай Ливерпуль, Челсиден кем емес ойын болатын секілді менің ойымша. 71.863 теңге. Сонымен
барлық болжамдарымызды біз айттық, жарияладық. Құрметті көрермен, біз енді асықпай видеомызды тәмамдай берейік. Сіздермен бірге болған мен Бексұлтан Кеулім Қос, Әлімжан Асқар, Есет Төлеш, жігіттер, рахмет. бауырым, сен көргеніңе қуаныштымын. Иә, тамаша. Кеше ғана өстік қой. Иә, біздің ардамызда бұл тек қана болжам емес, сонымен қоса превью, анализ, сараптама, сарапшылар келіп Мен отыр андай бізге. деп ойладым, типа болжам ғана емес, достардың да кездесуі деген сияқты ше бір. Мен былай ойладым, бұл жерде болжам ғана емес, сыйлықтар да бар. Осы арнаға халықтың алдында сөйлеудің өзі сыйлық болып тұр ғой негізі. Шүкір. Иә. Халықпен бастады, халықпен аяқтайын деп тұрып қойшым. Халықтың алдында ойнап күліп жүрген Видеомызға лайк басып арнамызға тіркеліп, міндетті түрде комментарий жазыңыздар өз болжамдарыңызды. Сіздермен бірге болған бұл. Мен соңғы соңғы видеомда айтқам ғой, кез келген пікір жазыңыздар десем, біреу кез келген пікір деп жазып жатыр. Жақсы. Сен сөйтіп сұрайтын болып кеттің ба? Иә. Любой пікір керек болған болса, уже Сол. хотя бы по делу жазсын да. Жоқ, не кез келген пікір несі жаман. Иә. ютубтың алгоритмдерін түсіндіріп жіберсің видеодан кейін. Негізі комментарий қатты әсер етпейді. Былай қарап тұрсаң ше. Өйткені менің ана Бриздода деген 21 күнде жинап береді ғой. 1000 комментарийден. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жеңісті күндерде жолыққанша.